iPhone алма. Нақтырақ айтатын болсақ, iPhone шыққан кезде iPhone-ны алдым қажет жоқ. Себебі iPhone 15 Pro Max шыққан кезде Америкадағы бағасы 450 мың мен 500 теңге арасында болатын болса, Қазақстандағы бағасы 1.200.000 теңгеден барған болды. Енді ақылға қонымсыз баға. Былай қарап тұрсаң. Ал бірақ қазір 6 ай өткеннен кейін бағаларын қарайтын болсақ, кәдімгідей көңілге жағады. Себебі не үшін? Мысалы, iPhone 15-тің бағасы қазіргі таңда 330 мың теңгеден басталады деген. Керемет баға. Ал iPhone 15 Pro-ның бағасы 443 мың теңгеден басталады деген. Ал iPhone 15 Pro Max-ың бағасы 535 мың теңгеден басталады. Енді керемет баға. Енді дәл осындай баға болса, ақылға қонымды ресми бағамен бірдей десек те болады. Шамамен бір 20-30 мың теңге айырмашылық, бірақ тіпті iPhone 15 арзан сияқты ресми бағадан. Мінекей қазір Қазақстанда бағалар кәдімгідей түсіп қойған. Бұл енді қаншалықты бұл неге арзан дейтін болсаңыздар, бұл енді тікелей Дубайдан әкеліп жатқаннан кейін iPhone 15-тердің бағасы осындай. Енді мен сіздерге кеңес беремін, егер ақша үнемдегіңіз келетін болса, iPhone шыққан кезде емес, бір 6 ай өткеннен кейін алатын болсаңыздар, баға кәдімгідей арзандап тұрақталып қалады екен. Сол кезде алған дұрыс деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментария жазыңыздар. Және видеоны iPhone алғысы келіп жүрген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ең арзан баға осы болып жүр. Бұдан қатты түспейінше білмеймін енді.